темекі шексе де ұзақ өмір сүрді деген сөзді шылым, шарап және тағы да басқа жаман әдеттерді жақтайтын адамдардан естіп қалса болады. Шынымен де, темекі, арақтан тыйылмай, зиян тамақ жеп, ұзақ өмір сүрген адамдар бар. Алайда ұзақ өмір сүрген адамдардың бұл аз ғана бөлігі, және алкоголизммен ауыратындардың жасы 60-тан аспайтыны факт. Ал жалпы кәрілікте дүниеден өткен адамдарды қарастырса, олардың үлкен бөлігі әртүрлі аурулардан дүниеден өткенін байқаса болады. Қатерлі ісік сияқты аурулар жайдан-жай пайда болмайды. Арақ пен темекі қатерлі ісіктің пайда болуына тікелей әсер ететінін ешкім жоққа шығармайды деп ойлаймын. Ал бұған жоламай-ақ ауырғандары да аз емес қой. Қалай ол сонда десеңіз, қатерлі ісікке апаратын жол аз емес. Дұрыс емес тамақ және тағамды мөлшерінен көп жеу, аз ұйқы, стресс және тағы да басқа факторлер кәрілікте не кәрілікке жетпей-ақ көптеген ауруларға әкеледі. Бұл болса өмірдің ұзындығына тікелей қатысы бар. Иә, ол түсінікті. Ал осының бәріне немқұрайлы қарап, 90-100 жасқа да жететін адамдар бар ғой. Қалай ол сонда? Бұл жерде миллионнан бір адамда ғана болатын ерекше денсаулық. Осындай адамдардың ағзасы жоғарыда айтылған жаман әдеттерге төзе алады. Бірақ ол адамдар өз денсаулығын ойлап, жаман әдеттерден толық бас тартқанда кем дегенде тағы да 20-30 жыл өмір сүретін еді. Яғни 90-100 жыл өмір сүрген темекі шегуші шылымның не екенін білмегенде 120-130 жасқа оп-оңай жетер еді деп сенімді айтса болады. Осы видеода адам өмірінің ұзындығына кері әсер ететін нәрселер айтылды. Ал сіз телефонның өмірінің ұзындығына кері әсер ететін нәрселерді білгіңіз келсе, осы видеоны көріңіз.